Ғаламтордың ғаламаты сол, жұмыс, тұрмыс, демалыс қайда болса да интернеттің иіріміндеміз. Соның ішіндегі әлеуметтік желі адам өмірінің құрамдас бөлігіне айналды. Жаңа заңда кез келген интернет платформаның Қазақстанда өкілдігі орналасуы және бөлімшенің басшысы Қазақстан азаматы болуы шарт делінген. Сондай-ақ өкілетті орган, яғни ақпарат министрлігі соттың араласуынсыз-ақ өздігінен тәртіпті бұзды деп танылған әлеуметтік желіні бұғаттап тастауға құқылы. Біз заңның авторы мәжілістегі Нұр Отанның депутаты Айдос Сарымға шықтық. Құжаттың ешбір саяси тұсы жоқ, тек әлеуметтік және коммерциялық тұрғыда қабылдануда деп сендіруге тырысты. Мыңдаған фактор шығып жатыр. Адамды қорлаған, басқа еткізген анау деген. Соның мысалы үшін 5-10 пайызына ғана жауап беріп жатыр. Бұл жақсылық емес. Facebook компаниясының үлкен пайдасы. Арасында сізге жарнама сатады, басқа сатады. Оның салығында төлеп отқан жоқ, басқасында жасап отқан жоқ. Facebook, YouTube, Twitter'лер бізге көптеп салық төлесін деп отырғанда, мәселе мүлде басқаша бағыт алсашы. Онда кім ұтып, кім ұтылады? Себебі сол желіні 18 миллион халқының бірнеше миллионы ғана қолданатын Қазақстан интернет алпауыттар үшін негізгі нарық емес. Ол кеше мысалы президенттен кетпей тұрған Трамптың өзін тырп еткізбей қойған алпауыт ол. Заң бір оқулдан өтті. Ертең екінші оқулдан өтіп осы бет кететін болса, сосын талап қоя бастайды заң бойынша, иә? Мысалы, олар келіспейді. Біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың аккаунтын бұғаттап тастаса, не боламыз сонда мысалы? Бірінші соғыстан бастаса мысалы. Күлкі боламыз ғой, масқара боламыз ғой. Осылай деген сарапшы Facebook, Instagram сияқты әлеуметтік желілердің ішкі тәртібі қаралып жатқан заңнан әлдеқайда жүйелі әрі тиімді дейді. Оны IT саласының мамандары да растап отыр. Кез келген пікір, пост, сурет, видео болмаса тұтас парақшаға арызданып, жапқызып тастауға болады. IT мамандары заңның әзірленуіне қатысы барлардың көздегені басқа дейді. Менің ойымша, енді бұл киберлік мәселесі жай желі ғана да сылтау. Соны пайдаланып, мына өкілеттік органға арнайы жағдай құқықтар беру. Егер кейін сондай мәселе туып жатса, әлеуметтік желілерді бұғаттап тастауға құқығына ие болуда. Сол үшін жасап жатқан науқан деп ойлаймын. Десе де әлсіз тарап бірінші иілетіні саясат заңы. Мәжілісмен Айдос Сарым интернет алпауыттар өкілдігін ашуға келіспесе, виртуалды бөлімше болса да әйтеуір келісімге келеміз дегенге меңзеді. Енді алда мәжілістің екінші оқылымы тұр. Одан өтсе сенатқа жолданады. Адырнадай тартылған жұрттың жүйкесі үзіліп, қоғам наразылығы одан бетер өршімес үшін жауаптылар барлық оң терісін ойлар деген үміт бар. Жалғас Сенұлы, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі.